Бәріңе сәлем достар, мен Арсен, мен сағындыңдар ма? Видеом бүгін жаңа нормально. Достар, мен сендерге бірдеңе айтайын достар. Қазір біз 12-13 жастамыз. Қазіргі дәу адамдарды көрсек өзіміз бір түрлі боламыз. Біз кішкентаймыз, кайф. 12-13 жастамыз қазірге. 12-13 жас деген өте керемет жас ол. Өте керемет. Міне көз, ауыз, дене, көз. Достар, енді кайф емес пе кішкентай болсаң, дәу болсаң, фнакер. Бұл және мектепте де мазақтайтын болады кішкентай кезде, бірақ Все новичок, пидорас, хотям емес, долбоёб. өзің далбайып. Мен ютубқа қалай келдім? Мен реально Майк Плейдан көрдім. Ол өте анимациялар өте керемет түсіреді. Өз томпақ беттері қап-қызыл. Достар, енді ол өте керемет түсіреді. Негізі мен ютубқа келгенде летсплейшік болған. Өйткені ол мынандай жағдайларға келді. Ол өте жаман нәрсе, көзің ауырып кетеді. Отзовёб твою рот, я алып телефонды алып қоям, қазір қотақ бас, блядь, қотақ бас. Қотам жемен ақа, көчіңдерім наху. Дейбі осылай болды. Өйткені мен оны жек көрдім. Мен видеолардың алдында қазірге сценарий жаза бастадым. Сценарий жазам, өте керемет. Достар, посылка келеді, Түркиядан келеді, түрлі-түрліден келеді. Негізі ол нахер маған. Бірақ достар, мен сценарийді өте кереметтей жазам. Сендерге әдемі түсіретін болам. Достар, қазір мен негізі сценарий тақтаға жазбаймын. Мен дәптерге жазам, доллар болып кетеді әйтпесе. Ал достар, енді келесі видео күткендерден болса, лайк жинатсаңдар. Лайк, подписка жасап, колокольчик, достар, өте керемет. Достар, мен сендерге айтайын. Достар, келесі дейін тема видео шығарып қоям. Жарай ма? Ал біз достар, енді біз қазірге енді лайк басып, подписка жасап, колокольчикті басып достым. Ал біз